Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін лаваштан үй жағдайында бөрек дайындайтын боламыз. Өте керемет, ыстықтай жесеңіз, дәмі ерекше, тіл үйретіндей өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер дегім келеді. Егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар сырдың кез келген түрін қолдансаңыздар болады, және де осындай лаваш түрі, яғни кез келген дүкеннен табылатын лавашты аламыз. Осындай екі затпен кереметтей бөрек дайындайтын боламыз. Ыстықтай, яғни таңғы шайға өте керемет таңғы ас әрі тойымды. Ендеше біз бастаймыз. Мінекей лавашымызды алып, ортасынан теңдей пышақтың көмегімен екіге бөліп алатын боламыз. Теңдей екіге бөліп алғаннан кейін, дәл видеодағыдай тағы да ортасынан, яғни жарты бөлігін бөліп, тағы да екіге бөліп, үш бұрышты етіп, ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп, осылай кесіп дайындап алыңыздар алдын ала. Құрметті көрермендері, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде менің арнамды өз достарыңызбен, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар дегім келеді. Мінекей барлық лавашымызды осылай кесіп алдын ала дайындап аласыздар. Ендігі кезекте ішіне, яғни сырымызды салып орап алатын боламыз. Мінекей сырымызды осылай салып аламыз, және де дәл көрсетілгендей етіп видеодағыдай осылай орап шығатын боласыздар. Барлығын осылай алдын ала дайындап алыңыздар. 5 минутта дайын болатын бөректерді міндетті түрде үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Таңғы асқа, балаларыңызға, жақындарыңызға жасап қуантып қойыңыздар дегім келеді. Менің ең жиі жасайтын сүйікті асым деп айтсам болады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Өте жеңіл әрі тойымды тағам ретінде ұсынсаңыз да болады. Жасалу жолы да өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Барлық бөректерімізді осылай орап дайындап алдық. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаны осылай барлығына жағып шығасыздар. Осы уақыт аралығында пешіңізді алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. 180 градуста 5 немесе 7 минут аралығында пісіріп аласыздар. Одан артық уақыт ұстауға болмайды, себебі күйіп кетуі мүмкін. 5 немесе 7 минут аралығында, яғни пісіп шығуы керек бөректеріміз. Құрметті көрермендерім, менің арнамнан ыстық тағамдардың және де тәттілердің, бауырсақ, салаттардың рецепт түрлерін таба аласыздар. Кез келген жеңіл жолмен дайындалатын рецепт түрлері бар. Сол үшін менің арнамнан алыстамаңыздар дегім келеді. Алда әлі сіздермен талай, яғни үй жағдайында жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Және де комментарий бөліміне келесі видео рецепт қандай болғанын қалайсыздар, қандай рецепт түрін көріңіз келеді, сол бойынша да пікірлеріңізді жазуға болады. Сіздердің пікірлеріңізбен санасатын боламын, міндетті түрде. Жұмыртқамызды жақ болғаннан кейін бетіне осылай әсемдік ретінде мак сеуіп шықсаңыздар да болады, немесе сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Бұл әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осымен бөректерді пісіруге жібереміз. 180 градуста 5 немесе 7 минут аралығында бөректеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, ыстықтай жесеңіз өте кереметтей болады. Сыры ағып, сондай жұмсақ қытырлап тұр. Сіздерге қазір бір бөлігін осылай бөліп көрсетейін. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай сыры ағып, әдемі болып тұр. Дәл осылай жасап, ыстықтай жеуге кеңес беремін. Құрметті көрермендерім, назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше міндетті түрде пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.